Дұғаң қабыл болмай жатса, осы лайфхакты қолдан. Өзіңіздің дұғаңызды айтып болғаннан кейін мына дұғаны айтыңыз. Я Раббым, өзіңнің елшіңнен қалай қабыл еткен болсаң, бізден де солай қабыл ет дейсіз. Осылай дұға етсеңіз, тез арада нәтижесін көресіз. Ал егер нәтиже көрмей жатсаңыз, онда оны алып қояды. Қайда алып қояды? Сізге келе жатқан жамандықтардан осы қабыл болмай қалған дұғаңыз сақтап отырады. Өзі екі-ақ нәрсе бар бәледен сақтайтын. Біріншісі дұға, екіншісі садақа. Бұл дүниеде дұға тілектеріңіз мүлдем қабыл болмай жатса, Аллах тағала оны ақиретіңізге алып қояды екен. Алдыңызға тау-тау сауаптарды үйіп әкеліп қойған кезде, я Раббым, мен бұндай сауаптарды, бұндай жақсылықтарды жасаған жоқпын деп өзіңіз таңғаласыз. Сол кезде Раббыңыз осындай уақытта, осындай жерде дұға етіп пе едің? Я, дұға еттім. Дұған қабыл болмады ма? Я, қабыл болмады. Ендеше сол қабыл болмаған дұғаларының сыйы бұл деп айтады екен. Сол кезде адам не істейді? Ана жалған дүниедегі тілеген дұға тілектерімнің ешқайсы орындалмағанда ғой деп өкінеді екен. Иә, қазір қандай да бір дұға тілектеріңіз орындалмай жүрген болса, ешқандай қапы болмаңыз. Мен сізге арнап, сіздің проблемаңызға, сіздің арман қалауыңызға арнап жеке дұға кестесін жасап берем. Оқылатын, жазылатын өзінің құпия арнайы уақыты бар. Егер маған керек десеңіз, төмендегі WhatsApp нөмерге немесе маған жекеге дайректке жазсаңыз болады. Өзім жауап берем.